балаға қатысты наным-сенімдер өте көп. Қазақтар балаға, әсіресе бала тәрбиесіне көп бөлген халық деседі. Қазақтар әсіресе жалпы балаға дүниеге келген соң 8 шағына дейін 20 шақты ғұрып-ғұрыптар жасалады. Бүгінде осы қазақ халқының дәстүрлерінің бірі тұсаукесер рәсімін қоятын боламыз. Тұсаукесер дәстүрі көрінісін қабылдаңыздар. Тұсаукесер бала бесіктен шығып, еңбеккерге өтесі жасалатын дәстүр. Бала екі табанымен қас тұрған кезінде үлкендер оған баламыз тез жүріп кетсін деп ниет білдіреді. Армшыл қазақ халқымыз тұсаукесермеген баланы сүргіш, жылағыш болады деп пайымдаған. Тана қазақ баланың сауыр ала жетпеді. Малдың тоқ ішімен және көк шөппен кестірген. Тұсаукесер кезінде баланың аяғын осы арқанның көмегімен 8 саныз секілді шексіз символмен байланады. Ал қалайық, бүгін міне наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бүгін міне тұсаукесер рәсімін біз көрсеткелі жатырмыз. Бұл қазақ салтындағы ең ұлттық дәстүрдің бірі тұсаукесер рәсімі. Біз қазір осы тұсаукесер рәсімін көрсеткелі жатырмыз. Кәне, баланы ортаға алып келіңдер. Ала жіп қайда? Баланың болашағы жарқын болсын, жолы әрдайым ашық болсын. Енді сауын мектебіміздің ұлағатты ұстаздарының бірі, жасы үлкен, өте осы мектептің майталман ұлағатты ұстазы Құрманғали ағайды ортаға шақырамыз. Рахмет. Ескен желдей жүйрік бол, қарағайдай сүйрік бол, өз ісіңе берік бол, ата-анаңа серік бол. Үкідей үлпілдеп тұр, жорғадай бүлпілдеп жүр, шаршамай шарттарын, ешқашан тарпағын. Жолың ашық болсын, алдың нәсіп болсын, достарың көбейсін, доссыз кедейсің, кедергінің кесірі тимесін, жақсылық ісің күймесін, адымың алға қарай сүйресін. Қаз балам, қадамыңды қайшылар қайда? Қайшылар қайда? Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Асып барады. Қаз балам, қадамыңды басып балам, тұсауыңды кесейін ақ батанды, ау мен Аллаху акбар. Ал, қайсыңыз?
Bugün Allah sizi kaptamasın. Adamın kutlu olsun. Basına bak olsun. Bağın can olsun. Basına bak olsun. Ulkan azamat olsun. Ülken azamat olsun. Sağın kutlu olsun. Ешкімнің ала жүгін аттама. Бізге ұқсаған балес бол. Қадамың құтты болсын. Бақытты бала бол. Өмір бақи шексіз қадам бас. Қадамың мол болсын. Ешқашан ауырма. Әр басқан қадамың сайын үлкен жетістіктерге жете бер. Әр қадам басқан сайын өскенде басқа елдерге жете бер. Енді сөз кезегін мектебіміздің директоры Шантабеков Ерлан ағайға сөз кезегін білдіргіміз келіпті. Тілегімізді білдіріп оқушыларына бүгінгі көріністерің өте керемет болды. Негізгі тұсаукесер бұл қазақтың ең үлкен мерекелерінің бірі. Мынау өсіп жатқан ұлымыз үлкен азамат болсын, биіктен көрінсін. Жаңа тілектер айтылды ғой. Сол тілектердің бәріне қосыламыз. Құдай қаласа үлкен азамат болсын, ел сыйлайтын, халық сыйлайтын, халықтың қамын ойлайтын, президент болсын, әкім болсын, аман болсын. енді баламызға орай бата берейік. Сөз кезегін атамызға берейік. Ата айтып бересіз бе? Ал енді қолдардың жайында бата берейік. Бүгінгі тұсауы кесілген бала құтты болсын. Және де өскенде әнші бола бер, өсе бер, азамат бол. Рамазан айтқан сияқты боксер бола бер. Осылай өсіп, өніп жүре бер. Әр қадамында жаңалықтар ашып жүр. Amin.